Сәлем достар, менің есімім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай акрилді моншақтан сөмке тоқып үйренетін боламыз. Достар, бұл сөмкенің тоқылуы өте оңай. Бір тоқылғаннан осылай өте әдемі, бір келкі болып шығатын болады. Бұл сөмкені күнделікті ұстасаңыздар да немесе кез келген жиынға, отырысқа ұстап барсаңыздар болады. Ішіне кез келген заттарыңыз және де ұялы телефоныңыз оңай сыяды. Достар, видеоны қарамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта сіздермен өте пайдалы видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Бізге сумка тоқу үшін осындай моншақтар қажет. Өздеріңіз қалаған кез келген моншақты алсаңыздар болады. Менде осындай. Өлшемі менде 8 мм. Осындай бір пакетте 500 грамм болады. Бұл біздің бір сөмкемізге жетеді. Леска қажет. Менде лесканың размері 7. Осындай рулондағысын алдым. Немесе бөлек оралған түрінде де сатады. Сол түрінен алсаңыздар да болады. Осындай теп қажет. Сумканың екі шетіне осындай колесо қажет болады. Және бізге қайшы қажет. Сумканы тоқыған кезде моншақты алып отыру ыңғайлы болу үшін осындай кез келген леска моншақтарымызды салып аламыз. Лесканы өзімізге керек өлшемде қырқып аламыз. Мен қазір сіздерге видеоға түсіндіру үшін кішкентай өлшемде кесіп алдым. Бірден тоқу үшін сіздер үлкен размерде алсаңыздар болады. Лескамызды кесіп алғаннан кейін моншағымызды алып бастаймыз. Ең әуелі 4 моншақты кіргіземіз. 3, 4. Дәл осы 4-шісінен екінші лескамды өткізем. Яғни сол жақтағы лескамды өткіздім. Енді тартамыз. Мінекей бізде тартқан кезде осындай фигура шығу керек. Қарасаңыздар 4 бұрышты гүл тәрізді болады. Біздің барлық қатарларымыз осындай өрнекпен тоқып шығатын болады. Енді лескамыздың екі шетінен бір моншақтан өткізіп аламыз. Үшінші моншағымызды алып, екі лескамызды осыдан өткіземіз. Мінекей осылай болып шығады. Тағы бір рет көрсетейін. Екі лескамыздан, екі шеттегі лескамыздан бір моншақтан өткізіп аламыз. Үшінші моншағымызды алып, екі лескамызды өткіземіз бұдан. Сосын тартамыз. Достар, барынша тоққан кезде қысып тартып отырып тоқыңыздар. Сөмкеміздің формасы жақсы шығу үшін біз барынша осылай тартып қысып тоқуымыз қажет болады. Қарасаңыздар, мінекей бізде осылай 3 болды. Дәл осылай етіп, өзімізге қандай ұзындықта қалаймыз сөмкеміздің ұзындығын, сол размерде осылай ұзын етіп тоқып алатын боламыз. Мен қазір дәл осылай етіп 15 немесе 13 тоқитын боламын. 1, 2, 3 болды. Дәл осылай етіп ұзындықпен 13 немесе 15 тоқып шығамын. Мінекей достар, мен барлығы 16 қатар тоқып шықтым. Менде 17 қатар болатын болды. Бұған телефон сиятында етіп тоқитын болдым. Сондықтан менде 17 қатар болады. Сіздерде өздеріңіздің ұялы телефондарыңыз сиятындай өлшемде тоқсаңыздар болады. Қазір менде 16 болды. Енді 17-сін тоқитын боламын. Соңғысын көрсетемін сіздерге. Соңғысын тоқитын кезде біз қазір үстіңгі қатарға қарай екінші қатар жүреміз. Ол біздің мынау оң жақтағы лескамыз үстіне қарай кететін болғандықтан сол жақтағы лескамыздан 3 моншақты өткізіп аламын. Дәл осы үшіншісінен оң жақтағы лескамызды өткіземіз. Тартамыз. Мінекей қарасаңыздар, біздің лескамыз үстіңгі бөлікке, мынау үстіңгі моншаққа ауысты. Біз жаңа осы шеттегі моншақтарды тоқып жатқанда, екі леска осы шеттен шығып жатқан болса, енді үстіне әрбір қатарда тоқитын кезде соңында осылай үстіне шығаруымыз керек.
Енді үстіңгі қатарды бастаймыз. Үстіңгі қатарды бастаған кезде міндетті түрде бірінші шетін бастаған кезде біз 3 моншақты пайдаланамыз. Қазір 3 моншақты алып, мына оң жақтағы лескамнан өткіземін. Дәл осы үшіншісінен сол жақтағы лескамды өткіземін. Тартамыз. Қараңыздар, бізде екінші қатардың біріншісі пайда болды. Енді мына сол жақтағы лескамызды алып, қараңыздар, бірінші тоқылған астыңғы бөліктің мынау тұрған моншаққа өткіземіз. Біріктіріп жатырмыз біз. Бұл маңызды. Енді біздің лескамызда 2 моншақ тұр. Бізде 4-еу болу үшін, андай өрнек шығу үшін 4-еу керек. Сондай шығу үшін енді 2 моншақты пайдаланамын. Қалған бөліктің барлығында 2 моншақты пайдаланатын боламыз. Тек қана қатардың басында 3 моншақты пайдаланамыз. Сол жақтағысына екіншісіне екінші лескамды өткіздім. Осылай пайда болады бізде. Тағы рет көрсетейін. Қасындағына өткізіп аламын біріктіру үшін. Екі моншақты оң жақтағы лескамнан өткіземіз. Екінші лескамды екінші моншақтан өткізіп аламын. Барынша қысып тоқимыз достар. Қазір сәл майысып жатқан секілді болса, ол барлық қатар тоқыған кезде барлығын осылай тартып тоқитын болсаңыздар, біздің қабырғалар осылай түп-түзу болып шығу керек болады бізде. Мінекей менде 3 тоқылды. Енді достар, өзіміз қатардың соңына дейін дәл осылай тоқып шығамыз. Және де өзімізге керек сөмкеміздің барлық қабырғалары осылай тоқылатын болады. Осылай ұзын етіп тоқи беретін боламыз. Қазір қараңыздар, мына бірінші қатар тоқылды. Мұнда екінші қатар пайда болып жатыр. Дәл осылай екінші қатарды аяқтап, үшінші қатарға көшеміз. Төртінші, бесінші, солай етіп, барлығы 25 қатар тоқып шығатын боламыз. 25 қатардың 10 қабырғасы сөмкеміздің алдыңғы артқы бөлігіне кетеді. 5 қабырғасы сөмкеміздің табанғы бөлігіне кетеді. Сонда бізде барлығы 25 болады. Ұзын етіп 25 қатар тоқып шыққаннан кейін біз сөмкеміздің 2 қабырғасын тоқып, сөмкеміздің формасын шығаратын боламыз. Достар, сіздерге қазір дәл осы жерден біздің лескамыз таусылып қалған кезде екінші лесканы қалай қосу керектігін көрсететін боламын. Қараңыздар, мен дәл осылай тоқып келе жатқан кезде менде лескадан осындай бөлік қалды. Осындай шамада қалған кезде біз ары қарай тоқымаймыз. Осы жерден лескамызды бірнеше жерден жасырып, қайшымен қырқып алып, жаңа лескамызды қосып бастайтын боламыз. Дәл осы тоқылған жерде мен осы ұзындау болып тұрған лескамды бір рет айналдырам. Неге айналдырып шықтым. Мына үстіңге қарап тұрған лескамды қайттан шығарып аламын. Бізде жасырған кезде үстіне қарай жасырмаймыз. Алдында тоқылған бөліктерге жасырылу керек. Енді мына бөліктерге қарай кіргіземіз. Бірнеше жерден өткізіп аламыз достар. Сонда біздің лескамыз шығып кетпейді. Сөмкемізде ажырамай бір қалыпты тұратын болады. Мына бір лескамды жасырып алдым. Енді екіншісін жасырамын. Біріншісін мына жаққа жасырған болсам, екіншісін мына бөлікке қарай жасырамын. Бізде мына тесіктен қарасаңыздар, леска 4 рет қана кіре алады. Сондықтан бір жерден 4 рет кіретін жасамаңыздар. Лескаларымыз шықпай қалады. Ең көбі 4 рет қана кіргізіңіздер. 5-еу кіргізетін жер болған кезде біздің лескамыз кірмей қалады.
Және де достар, осылай лескамыз бітіп қалған кезде, лескамыз жалғайтын кезде мен сіздерге кеңес айтатыным, осындай ортаңғы бөлікке жасырыңыздар. Егер сіздің лескаңыз соңына қарай кеп бітуге жақын қалса, ол жерден емес, одан шамалы мынандай жерге жеткізіп, осы жерден жасырыңыздар. Себебі біздің шеткі бөлігіне қазір сөмкеміздің қабырғаларын қосқанда бірнеше рет егер бүйтіп қойған болса, кіргізу өте қиын болады. Лескамды жасырып алдым. Енді қалған бөліктерін қайшымен қиып аламыз. Осындай ұшы қайшы өте ыңғайлы. Қиған кезде ұшымен бірге қиылады. Білдірілмейді. Сонда біздің қай жерде лескамыздың қиғанын көрінбей қалады. Қараңыздар. Көрінбейді. Екіншісін қиямын қазір. Мүлдем көрінбейді. Енді жаңа лескамызды қалай жалғау керектігін көрсететін боламын. Қараңыздар, осы жерден кеп аяқталды. Лескамызды қиып аламыз, өзімізге керек бөлігін. Мына жерден өткіземіз. Қараңыздар, мына жерден менде қазір 3 рет өтіп кеткен, 4-шісінің өзі кірілу қиын болып жатыр. 5-шісі бұған мүлдем кірмей қалады. 4 рет кірілді. Енді мына екінші лескамды мына жерден шығаратын болам. Ары қарай алдыңғы қатарлы секілді тоқыла беретін болады. Оң жақтағы лескамды екі моншағымды алып аламын. Сол жақтағы лескамды екінші моншақтан өткіземін. Осылай етіп, достар, өзіміз 25 қатар тоқып шығатын боламыз. Мінекей достар, мен сөмкемнің барлық қабырғасын тоқып шықтым. Менде барлығы 27 қатар болды. Енді біз сөмкеміздің екі шетіндегі қабырғаларын тоқитын боламыз. Ол үшін мінекей қараңыздар, екі шетінен 11 қатар санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дәл осы 11 қабырғалары біздің сөмкеміздің екі шетіне кетеді. Астындағы бесеуі бұл біздің сөмкеміздің табанына қалады. Өзімізге керек бөлікте лескамызды қырқып аламыз. Дәл енді 11-ді қараңыздар, 11-ді санап алам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дәл осы 11-шісіне лескамды кіргіземін. Және табанның бір қабырғасына кіргіземіз. Бізде бесеуі табанға керек дедім. Дәл осы табанның біріншісіне лескамды кіргіземін. Енді оң жақтағы лескама екі моншақты кіргізіп, екінші моншақтан сол жақтағы лескамызды өткізіп аламыз. Осылай тартамыз. Тартқан кезде бізде мына қабырға уже көтеріліп бастайды. Сол жақтағы лескамды алып, табанның бір қабырғасынан моншағынан өткізіп аламын. Оң жақтағы лескамызға екі моншақ кіргіземіз. Екіншісінен сол жақтағы лескамды өткізіп аламын. Бізде екеу тоқылды. Енді дәл осылай етіп табанның тағы үшіншісінен аламыз. Сол жақтағы лескамызды өткіземіз. Оң жақтағы лескамнан екі моншақты өткізіп аламын. Екіншісіне сол жақтағы лескамызды өткіземіз. Үшеу болды бізде. Бізде қабырғасында, яғни 5 қатар болу керек. Осылай 5-еу тоқылады. 4-шісін өткізіп жатыр мен қазір. Екі моншағымды оң жақтағы лескамнан өткізіп алдым. Енді сол жақтағы лескамды екінші моншақтан өткіземіз. Неке қараңыздар.
бізде төртеу тоқылды. Соңғысы біздің мына қабырғамыздың 11-ші қабырғасымен табаннан алынатын болады. Екі моншақтан бірден өткізіп алдым. Енді бізде лескамызда 3 моншақ бар. 4 болу үшін бір ғана моншақты пайдаланамыз. Дәл осы бір моншақтан 2 лескамызды өткізіп аламыз. Неге қараңыздар, біздің қабырғамыз қосылып пайда болды. Яғни мына екі қабырға бізде қазір барлық қабырғаны тоқыған кезде осылай көтерілетін болады. Енді сол жақтағы лескамызды алып, қабырғамыздың бір моншағына өткізіп аламыз. Жаңа біз 11-шісіне кіргізген болатынбыз, енді 10-шы қатарына өткіземіз. 2 моншақ тұр бізде, 2 моншақты пайдаланамыз. Бұл жолы бізде керісінше болады. Сол жақтағы лескаға 2 моншақты өткізіп аламыз. Екіншісінен оң жақтағы лескамызды өткіземіз. Бізде бірінші қатары былай қарай тоқыған болсақ, енді біз оңға қарай тоқитын боламыз. Дандан өткізіп алдым оң жақтан. Сол жақтағы лескама 2 моншақты өткізіп, екіншісінен оң жақтағы лескамды өткізіп аламын. Қазір достар, сіздерге дәл осы қатардың екінші қатарын аяқтап көрсететін боламын. Қалған қатардың барлығын өзіміз тоқып шығатын боламыз. Тоқылу өте оңай, сіздерге түсінікті бұл. Өйткені мына қатардың бәрін біз дәл осылай тоқыған болатынбыз. Тек біздің мақсатымыз енді жоғары қарай көтерілу. Төртеу тоқылды. Соңғысында міндетті түрде мына жақын қабырғасынан біреуін алып аламыз. Табанына өткіздім. Енді мына қабырғаның 10-шы қатарындағы моншақтан өткізіп аламыз. Енді бір ғана моншақ керек. Осылай көтереді. Достар, дәл осылай етіп өзіміз дәл осы қатарды аяқтарына дейін тоқимыз. Және де келесі қатарды дәл осылай бастап тоқитын боламыз. Лескамыздың қалған бөліктерін жасырып, қишымен қиып аламыз. Екі қабырғасын бірге тоқып болғаннан кейін бірге сөмкеміздің ұстайтын ручкасын тоқып бастаймыз. Неге достар, менің сөмкемнің екі қабырғасы дайын болды. Осылай тоқып шықтым. Енді біз сөмкеміздің ручкасын тоқимыз. Ручкасын тоқыған кезде мен екі шетіне осындай кольцоны алып пайдаланатын боламын. Бұл біздің сөмкеміздің ұстайтын цепін қондырғанға өте ыңғайлы. Немесе осындай дөңгелек түрін пайдалансаңыздар да болады. Ең алдымен лескамызды қырқып алып, қабырғамызды қараңыздар. Бізде бұл қабырға 5 қатар. Дәл осы 5-ші қатар ортасынан, ортаңғысынан алып, санаймыз. 1, бұл бізде 1, 2, 3, 4. Дәл осы 4-ші тұрған моншақтың жанында тұрған моншақтан, және де осы моншақтан, осы үшеуінен өткізіп аламыз. Өткізіп алдым. Енді лескамызға бір моншақты өткізіп, осыдан 2 лескамызды өткізіп аламыз. Енді барынша қатты тартамыз.
Кебізе тартқан кезде мына сөмкеміздің екі жаны осылай жиналатын болады. Екі лескамызды алып, екі шетіне тұрған мінекей қараңыздар, екі моншаққа өткіземіз. Оң жақтағы лескамды оң жақтағы моншақтан өткізіп аламын. Сол жақтағы лескамды сол жақтағы моншақтан өткіземін. Бір моншақты алып, оң жақтағы лескаға өткіздім. Дәл осы жерде мен кольцомды қондырам бірге. Кольцодан да өткіземін. Сол жақтағы лескамды алып, осы моншақтан өткіземіз. Кольцоның астынан өткізіп аламыз. Тартамыз. Тартқан кезде міне кольцо осы жерге түседі. Қазір тағы бір рет қондырғанда осы жерде қалып кететін болады кольцомыз. Дәл алдыңғыдай мына екі шеттегі моншақтарға лескамды өткізіп аламыз. Сол жақтағы моншақтан өткізіп жатырмын. Барынша қысып отырып тоқимыз. Бос болып қалмау керек бізде. Бір моншақты алып, екі лескадан да және кольцодан да өткізіп аламыз. Бірінші кольцоның астынан өткіземін қазір. Енді моншақтан лескамызды өткіземіз. Дәл осы лескамды кольцоның астынан өткізіп аламын. Кольцомыз орнатылды, қараңыздар. Бір келге жылжымайды мүлдем. Енді бізде соңғысы қалды. Мына екеуіне өткізіп алып, лескамызды үстіне бір моншақпен осы қатарда аяқтаймыз. Соңғы бір моншағымызды алып, екі лескамызды өткізіп аламыз. Бізде, мінекей, қараңыздар, сөмкеміздің кольцосы орнатылды, бір шеті бітті. Екінші шетіне қабырғасын біз қазір осы жерден ручкамызды бірден бастап кететін боламыз. Ручкамызды тоқып келіп аяқтаған кезде осы қатарға ручкамызды қондырып, кольцоны сол кезде орнатып, осында аяқтайтын боламыз. Енді біз осы жерден қазір ручкамызды бастаймыз. Ручкамыз қараңыздар, дәл осы тұрған 4 моншаққа тоқылатын болады. Бізде қазір лескада бір ғана моншақ тұр. Енді бізге 4-те болу үшін үстіне қалай көтеріледі? 3 моншақ қажет. Үш моншақты өткізіп, сол жақтағы лескамды өткізіп аламын бір моншақтан. Бізде үстіне қарай көтерілді. Біріншісі бітті, бір моншақ. Жанында тұрған мына моншаққа тоқылады енді бізде. Лескада қараңыздар, 2 моншақ бар бізде. Енді тағы да 2 моншақты алып пайдаланамыз. Оң жақтағы лескама өткізіп алдым. Соңғы біреуінен екінші лескамды өткіземін. Ортаңғы мінекей мынау моншаққа өткіземін. Екі моншақ пайдаланамыз бұл жолы. Екіншісіне екінші лескамды өткіземін. Бізде енді соңғысы қалды. Мына соңғы моншаққа
лескамды өткіземін. Енді үстінде қасында тұрған мына моншаққа да лескамызды өткіземіз. Бір-бірімен, яғни біріктіріп жатыр қабырғаларды. Енді бізде қараңыздар, лескада 3 моншақ бар. 4 болу үшін, енді соңғысында бір ғана моншақты пайдаланатын боламыз. Біздің ручкамыздың бір қабырғасы тоқылды, қараңыздар. Бұл бізде бір қабырғасы. Енді сіздерге екінші қатар тоқып көрсететін боламын. Осылай барынша тартып қысып отырып тоқып отырамыз, сонда біздің ручкамыз тығыз болып шығатын болады. Енді екінші қатарды тоқып бастаймыз. Бірінші міндетті түрде 3 моншақты пайдаланамыз. Үшіншісіне екінші лескамды өткізіп аламын. Жанында тұрған моншақтан өткіземіз. Екі моншақ пайдаланам бұл жолы. Екіншісінен екінші лескамызды өткізіп аламыз. Үшінші жеріне өткізіп жатырмын. Тағы да 2 моншақ пайдаланамыз. Соңғысы қалды. Соңғысында міндетті түрде бірден 2 моншақтан өткіземіз. Астыңғы қабырғадағы және бірінші тоқылған осы шетте қабырғаның моншағына өткіземіз. Енді бізде соңғысында бір ғана моншақ пайдаланамыз. Қараңыздар, 2 қатар тоқылды бізде. 1 қатар, 2 қатар. Дәл осылай етіп достар, өзіміз сөмкемізге керек қатардың барлығын тоқып шығатын боламыз. Ол үшін мына шетін былай қысып аласыздар. Өздеріңізге ручкасын тоқып келе жатқан кезде ұзын етіп кете бересіздер. Қанша болады, сол шамада тоқисыздар. Мен шамамен 25 қатардан асырамын. 25-26 қатар осылай тоқып шығамын. Сосын осы жерге қондыратын боламыз бірге. Және де достар, тоқу барысында қараңыздар, лескаларыңыз осылай бірнеше қатар тоқыған екен, таусылуға жақын қалған кезде алдыңғы қатарлар секілді лескамызды жасырамыз, бірақ біз осы қатардың тоқылған ручкамыздың қатарынан төмен қарай жастырып алатын боламыз. Достар, мен сөмкемнің ручкасының барлық қатарын тоқып шықтым. Менде барлығы 24 қатар болатын болды. Яғни қазір мен 23 қатар тоқыдым. Осы жерге 24-ші қатарын қосып тоқитын болам. Яғни бірге бірігіп кетеді. Сіздерде өзіңізге керек көлемде тоқып болған екен, бірге осы жерге ручкамызды қондыратын боламыз. Ол үшін қараңыздар, менде леска осы сөмкемнің ручкамның оң жақ бетінен шығып тұр. Бізде не сол жақ бетіне, не оң жақ бетіне шығу керек, ортасынан шықпау керек. Менде қазір оң жақ бетіне шығып тұр. Енді мен 2 лескамның 2 шетінен 2 моншақты өткізіп аламын. Өткізіп алдым. Енді біз қондырған кезде сөмкеміздің осы қабырғасына қондыру керек. 3 болды, я, 4-шісі осының астындағысына қондырамыз. Енді қараңыздар, сөмкемізді осылай қысамыз. Қысқан кезде біздің бірінші қабырғадағы сөмкеміз секілді қысылады. Қараңыздар, осы 3 моншаққа біз тоқитын боламыз. Қазір біз осы жерде айналдырып, мына бөлікке айналдырып келуіміз керек. Сондықтан мен мына жерге қазір сол жақтағы лескамды өткізіп аламын. Менде сол жақтағы леска, осыны өткіземін. Өтті. Енді сол жақта лескамды өткізгеннен кейін бізде жаңа оң жақта, мына оң жақта бір моншақ тұр, е. Осыдан сол жақтағы лескамды тағы бір өткізіп аламын.
өткізілді. Қысқан кезде қараңыздар, осылай қону керек. Дәл осылай етіп енді мынау астындағы тұрған лескамды, оң жақтағы лескамды, үшеу дедім ғой, осы үшеудің ортасындағысына өткіземін. Ал үстінде тұрған сол жақтағы лескамды ручкамыздың дәл осындай бөлігіндегі, үстіңгі бөліктегі осы жерге өткізіп аламын. Енді біздің лескамызда 3 моншақ бар. Енді 4-еу болу үшін бір моншақты алып, осы бір моншақтан 2 лескамызды өткізіп алатын боламыз. Өткізілді. Барынша қысып отырып тоқимыз. Бұл жерде маңызды қысу керек. Осында біздің ручкамыз нығыз болады, бос болып қалмау керек. Қатардың соңғысы қалды, қараңыздар. Ручкамның бөлігіне үстінде тұрған шығып тұрған лескамызды өткіземіз. Ал астында тұрған лескамызды қабырғаның астында үшеу дедім, соның соңғысынан өткізетін боламыз. Үшінші моншағымыз осы біздің. Өткізіп аламыз. Лескамызда тағы да 3 моншақ тұр. 1, 2, 3, 4-еу болу үшін бір моншағымызды алып, осыдан 2 лескамызды өткізіп аламыз. Өткізілді. Енді осы кезде барынша қысып тартып аламыз. Үстінде тұрған лескамыз, қараңыздар, үстіңгі жақта шығып тұрған лескамызды мына моншақтан және мына 2 моншақтан өткіземіз. Енді бізде бұл ручкамыздың соңғысы тоқылып жатыр, соңғы қабырға, яғни 24-ші қатардың соңғы бөлігі 3 моншақ пайда болды. Енді бір моншақты алып, 2 лескамызды өткіземіз. Өткіздім. Енді біз сөмкеміздің қабырғасына қарай өтеміз. Осы жерге кольцомызды жасыратын боламыз бірге. 2 жақтағы лескамызды, 2 жақта тұрған моншаққа өткізіп аламыз. Мына бір лескамды мен мына жердегі моншақтан өткіземін. Келесі екіншісін мына жақтан өткізіп аламыз. Осылай лескаларыңыз өтпей жатқан кезде осындай ұшы үшкір қайшымен шығарып алып отырсаңыздар болады. Қысып тартамыз. Енді осы жерден қазір біз кольцомыз. Ол үшін оң жақтағы лескама бір моншақты өткіземін. Және де бір осы кольцомды өткізіп аламын. Дәл алдыңғы қатар секілді болады, бірақ біз төмен қарай түсеміз. Сол жақтағы лескамды осы моншақтың астынан және де кольцоның астынан өткізіп аламын. Өткізілді. Енді дәл осылай 2 шеттегі моншақтан өткізіп аламыз. Тағы да бір моншақты алып, кольцоның астынан өткіземін. Енді екінші лескамызды моншақтың астынан да, кольцоның астынан да өткізіп аламыз. Бізде кольцо бекітілді. Енді қараңыздар, соңында осылай тоқылған болса, дәл мына қатарда солай аяқтаймыз. 2 шеттен өткізіп, соңғы бір моншақты өткіземіз. Сонымен біздің ручкамыз қонады, 2 қабырғасы бітеді. Осымен бізді аяқталды. Енді достар, осы лескамызды осы бөліктен егер өтетін болса, бір рет айналдырып өткізіп алып,
қалған лескаларды осы екі жаққа қарай бірнеше жерден өткізіп жасырып алып, қалған бөлігін қайшымен қиып алатын боламыз. Достар, мен сөмкемнің екінші қабырғасының лескаларын жасырып қиып алдым. Біздің сөмкеміздің екі қабырғалары, ручкасы дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі, біркелкі болып шықты. Енді біз сөмкеміздің жабатын крышкасын, яғни клапын тоқитын боламыз. Оны өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қай жерден бастап тоқсаңыздар да болады. Мен қазір екі шеттен 3 қатар тастап кетемін. 1, 2, 3. Дәл осы 3 қатар тастап, осы жерден бастап, осы жерге дейін тоқитын боламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Яғни менде 11 қатар тоқылатын болады. Біздің сөмкеміздің аузы дәл осы ұзын етіп тоқылған қабырғалар секілді тоқылады. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл келген беттен, осы қараңыздар, мен үшеу тастап кеттім. Мына жерден келген беттен лескамызды қырқып алып кіргізіп аламыз. Міндетті түрде бізде жаңа қатар басталған кезде 3 моншақты пайдаланатынбыз. Үшеуін өткізіп аламын. Осы үшінші моншақтан екінші лескамызды өткіземіз. Жандағы моншаққа өткізіп аламыз. Бұл сіздерге түсінікті деп ойлаймын, достар. Сіздер бұл тоқылуды білесіздер. Себебі бізде осы ұзын етіп тоқылған қабырғамыз осылай тоқылған. Ары қарай сіздерге көрсетпеймін, өздеріңіз солай етіп. Неке қараңыздар, үшеу тасталынды, осы жерге дейін тоқып келесіздер, 11 қатар тоқисыздар. Тоққан екен үстіңгі қатарға ауысып, екінші, үшінші, төртінші қатар дәл солай тоқып кете бересіздер. Барлығы 8 немесе 9 қатар тоқып шығасыздар. Өздеріңізге ыңғайлайтып, мысалы менде сөмкемнің аузының осы жерден түсіп тұрған қалаймын. Мүмкін сіздер төмен қарай түсіп тұрған қалайтын болсаңыздар, онда көп етіп тоқи беретін боласыздар. Мен шамамен 8 немесе 9 қатар тоқитын боламын. Неке достар, менің сөмкем дайын болды. Мен сөмкемнің аузын тоқып шықтым. Менде барлығы 8 қатар тоқылды. Және де сөмкемен осындай магнит орнаттым. Менде магнит орнату сабағы түсірілген. Сіздерге сілтемесі тастап кететін боламын. Біздің осымен сөмкеміз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Жеңіл. Ішіне кез келген заттарыңызды, ең басты ұялы телефонымыз сиятын көлемде тоқылды. Және де сөмкенің шетіне осындай цеп орнатып қойдым. Бізде осы жерде біз цепті орнату үшін тоқыған болатынбыз, арасына тығып осы кольцомызды. Осылай мінекей сөмкеміз дайын, достар. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет, достар. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы видеоларды бөлісіп отыратын боламын.